Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше, тойымды тағамдардың бірі хинхал деген тағамды бірге әзірлейтін боламыз. Өте ерекше, тойымды тағамдардың бірі, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше әзірлеуді бастаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Үстіне қантымызды және ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге ашыған қамыр қажет, енді қамырымызды ашытатын боламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз және де сұйық майды құйып, тағы да барлығын тұзымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Бұның бәрін бірден сала салмаймыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды екі бөлікке теңдей етіп бөліп салып, жақсылап араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Алғашында осылай қасықпен жақсылап араластырып аламыз, кейіннен қолымызбен араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырдым, сол жақтан қарасаңыздар болады. Бізде жұмсақ емес, қаттылау, тығыздау қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 1,5 сағат көлемінде қалдыратын боламыз. Ал оған дейін біз подливын дайындаймыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып аламыз және үстіне туралған етімізді саламыз. Менде тауықтың еті, кез келген жылқы еті немесе сиыр етін пайдалансаңыздар болады. Осылай тауықтың етін салып алып, бетін жауып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап қуырып алғандарыңыз дұрыс. Мінекей видеодан қарасаңыздар болады, осылай қызарып, әдемі болған кезінде енді үстіне пиязды салып, тағы да бір 2-3 минут көлемінде қуырып алатын боламыз. Қақпағын жауып, міндетті түрде 2-3 минут шамасында асықпай қуырып алыңыздар. Енді үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді осылай ұсақтау етіп турап алдым. Енді дәміне қарай кішкене тұзымызды және паприканы және кез келген өздеріңізге ұнайтын приправаны қосып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да қуырып алатын боламыз. Енді үстіне туралған картопты саламыз. Барлығын араластырып алып, қуыратын боламыз. 1-2 минуттай қуырғаннан кейін үстіне болгар бұрышын салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Қызанақты салдым мен. Қалауларыңыз бойынша қызанақты да салсаңыздар болады. Ешқандай томатты қоспадым, мен паприка мен қызанақты ғана пайдаландым. Барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін үстіне кішкене суымызды құйып, бетін жауып қалдырамыз. Суды барлығының үстінен асырып құямыз. Картошка етіміз батып тұрғаны дұрыс. Енді бетін жауып, 25-30 минуттай баяу отта бұқтырып аламыз. Ал оған дейін біздің қамырымыз ашып дайын болады. Енді осы ашыған қамырымызды жұқа қылып жайып алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жұқалау қылып жаямыз. Бізге жаяу кезінде ешқандай ұнның қажеті жоқ, қолға жабыспайтын қамырымыз пайда болады. Барынша жұқа қылып жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырымызды домалақ қылып кесіп аламыз. Бауырсақ секілді қылып кесіп аламыз. Менде осындай формочка бар арнайы, немесе стаканмен, қалауларыңыз бойынша барлығын осылай домалақтап кесіп алатын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын. Төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей достар, барлығын осылай домалақ қылып аламыз. Енді осы домалақ болған қамырларымыздың 4-еуін алып, бір-біріне біріктіріп шығамыз. Видеодан қарасаңыздар болады. Барлығын біріктіріп алып, жақсылап орап аламыз. Міндетті түрде екі шетінде қамырды бір-біріне жабыстырамыз. Ажырап кетпеуі қажет және дәл ортасынан пышақпен кесіп аламыз. Мінекей бізде осындай розалар пайда болады. Тағы да қайталап көрсетейін, мұқият қараңыздар. Жасыл алу өте оңай. 4 қамырды алып, бір-біріне жабыстырып, видеодағыдай жақсылап ораймыз. Міндетті түрде екі шетін жақсылап қысып шығамыз және пышақтың көмегімен дәл ортасынан кесіп аламыз.
мінекей оп-оңай бізде осындай әдемі қамырларымыз пайда болады. Енді жаңағы қайнап тұрған қазанымызға, мінекей біздің қазанымыздағы картоптарымыз пісуге жақын қалды. Енді осы қайнап тұрған қазанның үстіне дайын болған роза гүлдерімізді салып шығамыз. Барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне алшақтау қылып, араларын ашып осылай орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін қазанымыздың бетін жауып 25-30 минутқа баяу отта бұқтырып аламыз. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.